Сәлем достар, Арлан екеуміз сені күттік. Есіңде ме, өткен жолы біз не үйрендік? Кәне, тексеріп көрейік. Иә, дұрыс аспан. Ал мынау биік не? Тамаша, бұл тау. Ал мына сөздерді естеріңе түсіріңдер. Жарайсыңдар. Бүгін біз жайлауда көп жануарларды көреміз. Қараңдаршы, анау шауып бара жатқан жылқы. Ал мынау моп-момақан, қой. Олар бізге пайдалы сүт береді. Сүт өте пайдалы. Мен үй жануарлары қалай дыбыстайтыны туралы сұрақ қоямын. Қой қалай маңырайды? Жылқы кісінейді. Ал иттің дыбысы қандай? Енді жаңа сөздерді қосамыз. Жылқы жүйрік. Сүт дәмді. Менің итім ақылды. Бүгін біз жылқы, қой, сүт және ит деген сөздерді үйрендік. Өте қызық болды, я? Саған қай жануар көбірек ұнайды? Пікірге жаз. Сау болыңдар. Келесі сабақта отбасы туралы айтамыз.